Samarqand şaharındamız. Hala beke. Biletin tarixinizde açıyor. Жүріп сөйлесек. Қатарласып. Ey mene. Aha, ayta bер. Samarqand қазір біз Әмір Темір мазаратына кіріп шықтық. Ол жерде Әмір Темірдің ұстазы Әмір Темір Ұлықбек бірден кейін бір жерден кен. Ол жерде Әмір Темірді айтып жатудың қажеті жоқ. Күллі түркі әлеміне белгілі адамзат тарихына үлкен үлес қосқан жаңағы өркениеттің ошағы болған Самарқандта осында жерленген, Түркістанда отырарда қайтыс болған 1404 жылы, 1404 жылы. Туылған жылы? Туылған жылы ұмытып қалдым. Жақсы. Қайтыс болған жылы 1404 жылы отырарда қайтыс болған. Отырарда осы жерге келіп жерлеген. Сүйегін, жаңағы жерге жерлеген. Ұлықбек оғысының баласы болған. Ұлықбек қазір енді біз келе жатқан жерде алдымыздағы Регистон деген үлкен жаңағы Шахизинда, сосын немене бар. Қатарынан екі медресе бар. Қазіргі Өзбекстандағы Самарқандағы ең үлкен тарихи орын. Біз қазір соған келеміз. Енді артымызда жаңағы не қалды ғой. Әмір Темірдің мазараты қалды. Оны түсіндім. Оны түсіндім. Ұлықбек те сол жерде жерленген. Енді біз қазір баратын жеріміз осы алдымыздағы ненің Ұлықбек салдырған. 1404 жылдан кейін. Мынау тарихи ескі мешіт. Бұл тек қана мешіт. Мешіт қана. Бұл мешіт қана. Тұнып тұрған жарық екен бұл. Немен? Болды, жаңа оқыдық болды. Мешіт бұл. Ол біткен мешітті түгендей берсең, Өзбекстаннан биыл бір жыл қайта алмайсың. Әр қалада ең кемінде 10-нан мешіт бар. Бұл мешіт болған. Тұспалған шығар. Мына жақта да тарихи бір кісі, мынау да мазарат. Иә. Бұл да мазарат. Енді оны жерде көрейік, ана жерде оқиық, ана жерде